Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында өте дәмді, әрі жасалу жолы өте оңай өзбек халқының лепешкасын әзірлейміз. Әрі нандарымыз өте жұмсақ болып шығады. Ең алдымен нанымызды әзірлеу үшін қамырымызды илеп ашытып аламыз. Ол үшін ыдысымызды алып, ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Жылы сүтіміздің үстінен жылы суымызды құямыз. Бір чай қасық шекерімізді саламыз. Бір ас қасық ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Апара жасап аламыз. Осылай араластырып алып, бетін жауып, 10-15 минутқа ашытқымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Осылай 10 минуттан кейін уже ашытқымыз көтерілген, жақсылап араластырып алып, қалған қоспаларымызды қосамыз. Сұйық майымызды құямыз. Бір чай қасық тұзымызды саламыз. Бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырып алдым. Енді ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден қоспай, бір бөлік ұнымызды қосып, қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Нанымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын толықтай описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай екінші бөлік ұнымызды қосамыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда көптеген рецепттер бар. Осылай ұнымызды мен 3 бөлікке бөліп қостым. Ұнның тығыздығы әртүрлі болады, өздеріңіз қарайсыздар енді. Осылай бір келкі болғанша қамырымызды илеп алдым. Қамырымыз бір келкі әдемі болды. Осылай қамырымызды илеп алып, енді бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Менде 1 сағатта қамырымыз ашыды. 1 сағаттан кейін осылай қамырымыз көтерілген. Енді қамырымызды алып, ыдысымыздан шығарамыз. Басында сәл-сәл ғана ұн сеуеміз. Осылай ұн сеуіп, қамырымыздың иін қандыра отырып, ортасынан бөліп аламыз. Осы рецеппен 2 нан шығады. Қамырымызды алып, дөңгелектеп, осылай 2 қамырымызды дөңгелектеп алдық. Енді дөңгелектеп алғасын, қамырымыздың бетін жауып, көлеңкамызбен тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтеріледі. Осылай қойып қойдым. 10 минутта осылай қамырымыз көтерілді. Енді листімізді алып, пергамент қағазын төсеп, бір қамырымызды алып, нанымыздың формасын шығарамыз. Ортасын 2 қолымызбен баса отырып, видеода көргендеріңіздей осылай қамырымызды формасын келтіреміз. Пешімізді қыздыруға қойып қойыңыздар. Осылай ортасын жақсылап формасын шығарып алдық. Енді қамырымыздың әдемі көріну үшін нандарымыз мен осылай форма шығардым. Ол міндетті емес, бірақ әдемі көрінетін нандарымыз. Осылай қамырларымызды шет-шетінен нанымыздың формасын шығарып алдым. Нандарымыз өте әдемі көрінеді. Осылай формасын шығарып алғасын, ортасын тағы да басып жеріп, шанышқымызбен осылай тесіп шықсаңыздар болады. Немесе 2 шанышқыны алып, вилкамызды осылай жасасаңыздар да ортасында тесіктер өте көп болады нанымыздың. Осылай нанымыздың ортасын шанышқымызбен тесіп алдық. Қамырымызды енді тағы да бетін жауып, 10 минутқа көтерілуге қойып қоямыз. Осы уақытта жұмыртқамыздың сарысын алып, үстіне 2 чай қасық сүтімізді қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Осылай дайындап алдық. Енді бетіндегі көлеңкамызды 10 минуттан кейін алып, қамырымыздың дайындап алған жұмыртқамыз бен сүтімізді қамырымызға барлық жеріне жағып шығамыз. Сонда нандарымыз қып-қызыл әдемі болып шығады. Осылай барлық жеріне жағып шықтық. Енді әдемілік көріну үшін мен қара күнжетімізді әр жеріне осылай септім. Ақ күнжетімізді
барлық жеріне сеуіп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста пісіріп аламыз. Нандарымыз осылай қып-қызыл әдемі болып пісіп шығады. Үйдегі бар қарапайым заттардан жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық жанға ұнайды. Осылай нандарымыз қып-қызыл әдемі болып пісіп шығады. Әрі өте жұмсақ болады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Нандарымызды осылай кесіп те көрсетіп жатырмын. Нандарымыз өте жұмсақ. Қош сау болыңыздар.